барша қазақстандықтарды осы біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, мемлекетіміз нығайып, Қазақстан тек қана алдыға жылжи берсін. 30 жылдың ішінде біздің мемлекетіміз дүние жүзі мойындаған, өзінің егеменді экономикалық жүйесі бар, өзінің барлық әлеуметтік міндеттемелеріне жауап бере алатын тізгінді мемлекет деңгейіне жетті. Біз өзімізден келе жатқан ұрпақтарға тәуелсіздіктің ең басты құндылық екендігін дәлелдеп беруіміз керек. Сондықтан оны дәлелдеудің бір ғана формуласы осы 30 жылдың ішінде Қазақстан қандай әлеуметтік, экономикалық, рухани жетістіктерге жетті, соны жан-жақты ашып, соның философиясын нығарлап, соның философиясын біз келесі ұрпақтарға беріп отыруымыз керек. Сондықтан 30 жылдықты тойлау ол біздің еліміздің тәуелсіздігінің ең басты фундаментінің жасаудың және сол фундаменттің қалай болғандығын көрсетудің ең негізгі факторы.